Баршаңызға сәлем. Өзі жұмсақ, өзі тәтті әрі көп ештеңені қажет етпейтін, үйдегі бар заттардан жасалатын осындай шоколадты рулетті менің рецептіммен міндетті түрде жасап көріңіздер. Ешқандай өкінбейсіздер. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Көп мастер-класстарда, ақылы мастер-класстарда айтыла бермейтін көптеген құпиялар айтылатын болады. Ендеше менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Алдымен құрғақ өнімдерімізді араластырып аламыз. Ұнымыздың үстінен какаоны және де қопсытқышымызды салып араластырып аламыз. Оны араластырып болғаннан кейін бір шетке қоя тұрамыз. Ары қарай ыдысымызға жұмыртқамызды саламыз. 3 жұмыртқаны үстінен қантымызды қосып және де бал, яғни мётымызды қосып, осылай миксермен аппақ болып көпіргенше миксерлейміз. Міне бізде массамыз үлкейеді, не көбейеді, осылай аппақ болу керек, және осылай көпіргеннен кейін із қалады. Енді ары қарай жаңағы құрғақ өнімдерімізді 2-3 бөлікке бөліп, осылай електен өткізіп салатын боламыз, және ары қарай оны осылай лопатканың көмегімен астыдан үстіге қарай араластырып отырып, жаймендеп араластырамыз. Көп араластырып керек емес, тек қана бізде ұнның ұнтақтары қалып қоймау керек. Ары қарай осылай пергамент қағазымыздың үстінен жаңағы дайындаған тестімізді осылай құйып шығамыз, және пешімізді алдын ала 180 градуста қыздырып қоямыз. Қызып тұрған пешімізге салып 7-10 минут арасында пісіп шығады. Оны шпажканың немесе зубочистканың көмегімен осылай тексеріп қараймыз. Сіздер өзіңіздің пешіңізге қарайсыздар. Енді бұны бірден жаңағы пергамент қағазымыздан босатып, келесі пергаментке немесе сүлгі майлығымызға осылай орап тастаймыз. Суығанға дейін 10 минутқа қалдырамыз. Енді ары қарай кез келген кремді қолдансаңыздар болады. Мен сливкемен осындай вареный сгущенка қолдандым. Егер де сливке болмаса, орнына қаймақты қолдансаңыздар болады, және ол қаймаққа қант ұнтағын қосып жіберсеңіздер тіпті керемет болады. Енді міне бізде бисквитіміз суып дайын болды. Пропитка қатты маңызды емес, қолданбасаңыздар болады. Мен сүтті қолдандым, немесе қантпен суды ерітіп пропитка жасасаңыздар да болады. Енді үстінен кремімізді осылай жағып шығамыз. Енді ары қарай рулетімізді ораймыз. Бұл рулеттің ерекшелігі меренговый рулеттен де өте дәмді шығады, әрі жұп-жұмсақ болады. Енді қалған бөлігін осылай жақсаңыздар болады, немесе бетіне шоколадты құйып шықсаңыздар болады. Мен кремнің қалған бөлігін осылай бетіне жағып, үстінен осылай шоколадты ерітіп құйып шықтым. Енді бұны кремдері сіңгенге дейін холодильникке қалдырамыз. Холодильниктен дайын болғаннан кейін шықты. Міне енді кескенде де қараңыздар, қандай жұп-жұмсақ. Дәмін айтсаңыздаршы, дәмі деген енді өте дәмді. Шоколадтың дәмі шығып тұрады ерекше. Міндетті түрде менің рецептіммен дайындап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған сандуғаш. Назарларыңызға көптен көп рахмет. Барлықтарыңызға ас болсын.